Бүгін осындай Құран кітапқа тігетін боламыз. Бұл жазуға арналған Құран. Бірінші Құранның өлшемдерін алатын боламыз. Ені 17 см, ұзындығы 24 см. Және биіктігін өлшейміз. Биіктігі 3,5 см. Матаның ұзындығын шығару үшін ең алдымен енін 2 еселейміз. 17 см кітапқа 17 және тағы 17 қосамыз, 34 см. Одан кейін биіктігіндегі 3,5 см қосамыз. Сонда бізде 37,5 см өлшем шықты. Енді кітаптың ішкі бетіне қайырылатын 10 см өлшейміз. 47,5 және екінші жағына тағы да 10 см. Сонда бізде 57,5 см ұзындық шықты. Кітаптың ұзындығы 24 см. Тігіске деп есептегенде біз 28 см мата аламыз. Кітап қаптың сыртына ақ мата, ішіне атлас мата таңдадым. Менде ақ бор ғана бар болғандықтан ақ бормен сыза беремін. Матаның енін 28 см етіп, ал ұзындығын 57,5 см етіп өлшеп сызып алдым. Астарлық матамыздың үстіне қиып алған матамызды орналастырып қырқып аламыз. Матаның оң бетінен кітаптың дәл ортасын тауып алып, суретті орналастырамыз. Суреттің бетіне мата жауып, қатты қызып тұрған үтікпен үтіктейміз. Бұлсыз тек ыстық күйінде 2-3 минут аралығында осылай қимылдатып үтіктеп тұрамыз. 3 минут үтіктедім. Суретіміз анық болып түсіпті. Матаның астына флизелин жапсырып аламыз. Дайындық жұмыстары аяқталды. Енді тігуге кірісеміз. Ең бірінші екі жанын тігіп аламыз. Бірінші жағын толықтай тігеміз. Екінші жағынан осы аралықтағы жерді қалдырамыз. Ол бізге кітап қапты оң қаратуға керек болады. Басында есептеген 10 см жерді осылай қайырып аламыз. Қайырған жерімізді инемен бекітеміз. Барлық 4 жағында осылай жасаймыз. Енді 4 жағында тігіп шығамыз. Астарлық матасында дәл сол өлшеммен бүктеп шығамыз. Инемен бекітіп аламыз. Астар мен беткі матаны бірге тігеміз. Төрт жағында осылай тігіп аяқтаймыз. Ортасындағы тігілмеген жерден кітап қабымызды аударып көреміз.
Kitapqabımız kitapqa to'g'ri keldi. Barliq jagı birdey. Lentaga aşekeydi qadawdың eң oңай jolu aşekeyдің ortasынан екі бүктелген jipti ötkizemiz. Jiptin ortasынан lentаны ötkizip, jipti tartқан кезде bizde lenta aşekeyden ötетін болады. Endi lentamızды kitapqabqa ölçeymiz. Bizge kerekli ölçemdi aldık. Endi kitaptың dәл ortasına lentаны qoyup tigemiz. Lenta turgan жерді екі рет тігіп өтетін боламыз. Екінші жағын да толығымен тігеміз. Kitapqabımыздың бұрыштарын осылай қиып шығамыз. Бұл аударған кезде әр бұрышын үш бұрышты болып шығып тұруына көмектеседі. Ең басында тікпей қалдырған жерімізден kitapqabımызды аударып аламыз. Аударған жерімізді майда тігіспен тігеміз. Жұмысымыз толық аяқталуы үшін барлығын үтіктеп шығамыз. Kitapqabımız dайын, енді kitapқа қаптап көреміз. Менің бұл видеом пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басыңыз. Жаңа ұсыныстар үшін пікір жазыңыз.